Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жаннұр. Бұл видеода сіздермен өте дәмді медовый пирожный рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге керек заттар: бөлме температурасындағы май, қант, жұмыртқа, бал, сода және ұн. Алдымен отқа қоятын табамызға жұмыртқаны саламыз, қантты саламыз, балды саламыз, майды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Табамызды отқа қоямыз да ертіп аламыз. Қайнағаннан кейін содамызды қосамыз. Осы кезде бізде реакция жүреді, сондықтан тез-тез тоқтатпай араластыруымыз қажет. Осылай болған кезде отымызды өшіреміз, әйтпесе қатты күйіп кетуі мүмкін. Енді ұнымызды 3-4 бөліктен кішкенеден салып араластырып отырамыз. Барлығын бірден салып жіберуге болмайды, әйтпесе тесталарыңыз қатты болып қалады. Енді осындай лопаткамен кішкене араластырып алдым, не болмаса бірден қолмен араластырсаңыздар болады. Енді жұмсақ қамырға айналдырамыз. Жан-жағында мүлдем ұн қалдырмауымыз қажет. Тестамызды салафанға саламыз. Егер де асығыс болмасаңыздар, холодильникке 3-4 сағатқа салсаңыздар болады. Ал егер асығыс болсаңыздар, морозильникке 30 минутқа салуға болады. Енді біз кремін жасаймыз. Ол үшін бізге кез келген 33% сливки қажет. Менде осындай молочный костенец деген сливки. Сгущенка не болмаса қант ұнтағын және де творожный сырды саламыз. Барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Осындай өз формасын ұстайтын шығу керек. Енді біздің қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Астына ұн сеуіп жаямыз. Қалыңдығын шамамен осындай болғанша жайып аламыз. Енді бізге кез келген осындай кескіш керек болады. Оны сіздер өз ыңғайларыңызға байланысты тапсаңыздар болады. Пергаментімізге барлығын салып шығамыз. Міндетті түрде бетін осылай вилкамен кесеміз. 180 градуста шамамен 5-6 минутта пісіп шықты. Тез піседі, сондықтан қарап отқандырыңыз дұрыс. Бірдей 3 коржды таңдап аламыз. Енді видеода көрсетілгендей кремімізді жағып шығамыз. Бетін кез келген нәрсемен сәндесеңіздер болады. Менде осындай шоколад және посыпкалар. Сонымен біздің балды пирожныйларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.